Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен бүгінгі тақырыпты қарызды қашан қайтарады, яғни қарыз берген адамымыз қарызыңызды қашан қайтарады, қайтаратын ойы бар ма деген сұраққа ашайын деп отырмын. Олай болса көрейік. Қарызды қашан қайтарады? Қарызды беріп алып қайтара алмай ақыр аяғында жексұрын болып жүретін адамдар бар. Қарызды қашан қайтарады? Көрейік. Олай болса бастайық. Бұл жерде қарыз берген, қарыз алған адамыңыз көпшіліктен қарыз, көп адамдардан қарыз десем де болады. Өйткені бұл өзін жұмыс істеп жатыр, бірақ өзіне жетпей жатыр. Қарыз сұрауға тура келгеннен кейін бұл сізден қарыз сұрап ақша алған. Яғни бұл қарызды қашан қайтарады деген сұраққа, қарызыңызды қайтарамын дейді, ойлайды, жұмыс істеп жатыр, қайтарамын деп ойлайды, бірақ семьясынан артылмайтын сияқты. Қаржы болса да қимай басқа нәрсеге жұмсап жіберетін адам болып тұр. Яғни қиыншылықта ақша керек болған кезде сұрап, қазір өзі сізді қашан сұрап қалады ма деген сияқты бақылап отырады. Сұрап қалады деген ойы бар, бірақ қазір бұда ақша жоқ. Өйткені ақшадан қысылып жатыр. Мына жерге қарасаңыздар, ақшадан қысылып жатыр. Ақша тисе, ақша өзіме артылса берем деген ой бар. Береді ма? Қарызды қайтарады ма? Қайтаратын ойы бар, бірақ қазір емес. Қазір өзі ақшадан қиналып жүрген адам болып тұр. Қашан қайтарады деген сұрақ. Қазір қайтармайтын сияқты, өйткені бұл жерде тек қана ешкім менен сұрамаса екен деген сияқты оймен тұр, бірақ қайтарады. Сондай бір алдауы мүмкін сізді бұл жерде. Қайтарам деген сияқты, өзі де білмейді қазір, ақшасын үнемдеп жүрген сияқты, ақшадан өзі қысылып жүр, бірақ қайтарады, бірақ күтесіз, кейін бұл жерде кейін деп тұр, бірақ қайтарады ақшаңызды, қорықпасаңыз болады. Бұл общий расклад. Егер де жеке аштырам десеңіздер, телефон номерімді жазып қалдырамын. Осымен менің раскладым аяқталды. Қош сау болыңыздар.